Көрермендерім, міне мына бізде бауыр, бауыр бізде көбіне желінбей қалады. Бір бауыр, не картошка бір штук сәбіз, сарымсақ 2 штук, чеснок 3 бас. Осыны мен мясорубкадан өткіземін. Бүгін бізде котлет. Бізде көбіне бауыр желінбей қалады. Міне бүгін мен бір бауыр, бір морковь, бір картошка, 2 сарымсақ, 3 бас чеснокты мясорубкадан өткіздім. Енді арнамнан алыстамай, мен бірге болыңыздар. Қазір мен бұған бір жұмыртқа, тұз, бұрыш, сүт қосып, кереметтей дәмі аузыңыздан кетпейтін котлет жасаймын. Арнамнан алыстамаңыздар. Құрметті менің көрермендерім, міне мен бұрышын қостым, тағы да қосайын, артық етпейді. Одан кейін міне тұз қосам. Бір картошка қостым, бір сарымсақ қостым, 2 сарымсақ қостым, бір сәбіз қостым. Енді міне бір жұмыртқа, сосын сүт қосайын. Кішкене сүт қосайын. Бар болса қосып, жоқ болса қоспай қойға да болады. Одан кейін ұн қосамыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Араластырамыз. Осындай раствор шықты. Енді қайнап тұрған майға бір қасық салып, кішкене ұн салайын. Қазір бірікпей қоюы мүмкін. Майымды қыздырып келейін. Алғашқы болып котлеттерім пісті. Алғашқы котлеттерім міне арасы дегені осындай болып күшті болып пісті. Жесеңіздер болады.